Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады және инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелеріне қатысты. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында экономикаға инвестициялар тартудың маңыздылығына назар аударып, еліміздің ұзақ мерзімді ұлттық мүдделеріне сәйкес басым міндет екенін атап өтті. Елімізге көлемді капитал тарту үшін қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру үшін жүйелі шаралар қабылдау өте маңызды. Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының 2029 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде инвесторлардың 76 мәселесін қамтитын проблемалар менен шағымдардың бірыңғай тізімі әзірленген. Олардың негізгілері жер бөлу, инфрақұрылымдық, салық салу, рұқсат құжаттарын алу, әкімшілік кедергілер, мәселелер және басқалар. Ресми ақпараттарға сәйкес 2024 жылы еліміздің әкімшілік соттарында инвесторлардың талаптары бойынша 200-ге жуық іс қаралып, олардың 80%-дайы инвесторлардың пайдасына шешілген. Мемлекеттік органдармен орын алған проблемалар мен сот процестері инвесторлар үшін Қазақстан экономикасына инвестиция салудың тартымдылығына кері әсер етуі мүмкін. Бас прокуратураның ақпаратына сәйкес, қазіргі уақытта маңызды бағыттар бойынша 799 жоба мен 70 ірі инвестор қолдау көрсетумен қамтылған. Осы жұмыс аясында 674 инвесторға көмек көрсетілген. Олардың Қазақстан экономикасына қосқан үлесі 10 триллион теңгедей құрайды. Прокурорлар тарапынан 2008 қадағалау уақытысын енгізіп, соттың 4 шешімінің және мемлекеттік органдардың 59 актісінің күшін жойған. 136 қызметкер жауапкершілікке тартылған. Бұлардың барлығы тікелей инвесторлардың мәселесіне қатысты. Мемлекет басшысының 2024 жылғы жолдауын іске асыру шеңберінде инвесторлардың мәселесіне арналған Сенаттың 2 салалық комитетінің отырысы барысында бірқатар сауалдар туындады. Біріншісі, инфрақұрылымның жеткілікті деңгейде дамымауы. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ақпараты бойынша барлық арнайы экономикалық аймақтардың пайдалы аумағының 53% ғана инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Индустриялық аймақтар үшін бұл үлес 62%-ды құрайды. Сыртқы істер министрлігі инвестиция комитетінің ақпаратына сәйкес бірқатар ірі инвесторлар өз жобаларын инфрақұрылымдық жағынан қамтамасыз етуде қиындықтарға тап болуда. Бір ғана мысал, Алматы облысында құны 58 миллиард теңгені құрайтын туристік жобаны іске асыру транспорттық және инженерлік инфрақұрылымның болмауынан 1,5 жылдан астам уақыт бойы тоқтап тұр. Екінші, индустриялық аймақтарда жер учаскелерін беру тетігін жетілдіру қажеттілігі. Жергілікті атқарушы органдар индустриялық аймақтарға жер учаскелерін жалға беру шарты негізінде бөлінгеніне қарамастан, отандық заңды тұлғаларға инвестициялық жобаларын іске асыру үшін қажетті жер учаскесін мемлекеттік заттай грант түрінде уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы тәртібімен беретін жағдайлар орын алды. Нәтижесінде аталған инвесторлар өздерінің инвестициялық міндеттемелерін орындағаннан кейін жер учаскесін меншікке немесе жерді пайдалануға рәсімдеу кезінде қиындықтарға тап болуда. Үшінші, келісімшарттар арқылы отандық тауар өндірушілерді қолдау қажеттілігі. Атап айтқанда, шетелдік тауар өндірушілерменен бәсекелестікте қазақстандық құрылыс материалдарын өндірушілерді қолдау үшін келісімшарттар шеңберінде ұзақ мерзімді кепілдендірілген сатып алу тәртібін енгізу мүмкіндігін қарастыру маңызды. Жоғарыда айтылған өзекті мәселелерді шешу мақсатында келесідей шаралар ұсынылады. Қолданыстағы заңнамаға инвесторларға арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардан жер учаскелерін беру бөлігінде өзгерістер мен толықтыру енгізу мүмкіндігін қарастыру. Прокурорлық сүзгінің жұмысын қамтамасыз ету үшін ұлттық цифрлық инвестициялық платформаны e-license жүйесімен интеграциялау жөніндегі жұмысты жетілдету. Барлық іске асырылатын инвестициялық жобалар бойынша ақпаратты ұлттық цифрлық инвестициялық платформада интеграциялауды қамтамасыз ету. Инвесторлардың инфрақұрылымды салуы және жүргізуі кезінде салықтық шегерімдер арқылы инвестордың шығындарын өз есебінен өтеу мүмкіндігін зерделеу. Отандық тауарларға сұранысты ынталандыру және тұтынуды арттыру мақсатында инвестициялық жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу барысында отандық өндірушілер өнімдерінің басымдығы бойынша міндетті талапты енгізу туралы мәселені қарастыру. Құрметті Олжас Абайұлы, депутаттық сауалда көрсетілген мәселелерді қарастырып, заңнамада белгіленген мерзімде жазбаша жауап беріңізді өтінеміз. Депутаттық сауалдың толық мәтіні ресми түрде жолданады. Құрметпен сенаторлар Бекназаров, Алдашев, Больгерт, Асанова, Байқадамов, Бұқтығұтов, Қадырбек, Қожаев, Медебаев, Нәутиев, Тастекеев. Рахмет.